Ежелгі Египет. Фиғауын билігі. Зұлымдық пен қорқыныш елді жайлаған. Фиғауын өзін құдай санаған тәкаппар, қатыгез патша. Бәни Исраил халқы оның құлдарына айналған. Күн сайын азап, күн сайын зұлымдық. Бір күні болжаушылар хабар әкелді. Бәни Исраилдан бір ұл туады, ол сенің тағыңды жояды. Фиғауын қорқып кетті. Дереу бұйрық берді. Бәни Исраилда туған барлық ұл нәрестелер өлтірілсін. Жыл сайын мыңдаған нәресте өлтірілді. Аналардың жүрегі қан жылады. Осы қорқынышты кезеңде бір ана жүкті болды. Ол жүрегімен сезді, бұл бала қарапайым бала емес. Бірақ Фиғауынның сарбаздары үй сайын тексеруде. Қауіп есік алдында. Бала дүниеге келді. Ана баланы бауырына басты және қатты қорықты. Дәл сол сәтте Алла ананың жүрегіне уахи берді. Оны емізгін. Қауіп төнсе өзенге қой. Қорықпа, өкінбе, біз оны саған қайтарамыз. Ана 3 ай бойы баланы жасырды. Күндіз үнсіздік. Түнде жылап бесік тербету. Бірақ бала күннен күнге өсе. Жасыру қиындай берді. Сонда ана шешім қабылдады. Алланың бұйрығына сенді. Өз қолымен сандық жасады. Ішін жұмсақ матамен астарлады. Баланы сандыққа салды. Соңғы рет бетінен сүйді. Қандай ауыр сәт. Баласын өзі суға қоятын ана. Түннің қараңғысында Ніл жағасына барды. Сандықты суға жіберді. Сандық ағыммен кетті. Ана тізерлеп жылады. Аллаға жалбарынды. Ана үйге оралды. Бірақ апасына тапсырды. Жүр, қара, не болғанын біл. Апасы сандықты алыстан бақылай жүрді. Байқатпай, жасырын. Сандық ағыммен тура Фиғауын сарайының жанына келді. Сарайдың күңдері оны тауып алды. Фиғауынның әйелі Асияға апарды. Асия сандықты ашты. Ішінде нәресте. Сүйкімді, нұрлы бала. Алла Асияның жүрегіне баланы сүйіспеншілік салды. Лезде ғашық болды. Фиғауын да келді. Ол осы баланы өлтіруге бұйырды. Бірақ Асия жалынды, өлтірме. Бізге ол болсын. Бәлкім пайдасы тиер. Фиғауын келісті. Бала сарайда қалды. Өз жауының үйінде. Бірақ бала ешкімнің омырауын алмады. Барлық күңдерден бас тартты. Сарайда үлкен абыр-жу. Баланы қалай тамақтандырамыз? Дәл сол кезде апасы алға шықты. Мен бір ана білемін, баланы емізе алады. Анасын алып келді. Бала лезде анасының омырауын алды. Баршасы таң қалды. Алланың уәдесі орындалды. Муса анасының қолында. Фиғауынның өз сарайында. Алла жеңді.